Қайырлы күн достар, сіздермен Айгерім. Бүгін түскі асқа керемет идея болып шығатын тағамның бір түрін көрсетсем деймін. Ол үшін менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен қажетті заттарды осылай көбіктеп турап алатын боламыз. Одан кейін табамызға майымызды құйып қыздырып алатын боламыз. Қызған майдың үстінен пиязымызды салып, кішкене қызартыңқырап қуырып алатын боламыз. Пиязымызды жақсылап қуырып алып, үстінен сарымсағымызды майдалап туралған салып қуыратын боламыз. Сарымсағымызды да салып жақсылап қуырып жібереміз. Жаңағы кубиктап туралған помидорымызды да салып қуырып алатын боламыз. Мен толық рецепті мен описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерге өтіп көрсеңіздер болады. Помидорымызды кішкене суы шыққанша қуырып алатын боламыз жақсылап. Осы видеодағыдай болып суы шыққаннан кейін үстінен колбасамызды салып, тағы да қуырып жіберетін боламыз. Колбасаның кішкене қуырылғаннан кейін дәміне қарай дәмдеуіштер қосатын боламыз. Тұзымызды, дәмдеуіштерімізді. Осылай бір араластырып жіберетін боламыз жақсылап. Одан кейін үстінен жұмыртқаларымызды жарып салатын боламыз. Жұмыртқа өз қалауларыңыз. Егер де отбасы сандарыңыз көп болатын болса, кішкене көбейтіп жасасаңыздар да болады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк баса отырыңыздар. Каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Осылай барлық жұмыртқаны жарып салып алдық. Бетін жауып, 10 минутқа қойып пісіріп алатын боламыз. Тамағымыз пісіп шықты, өте дәмді, керемет болып шықты. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.